Қадірмен Өлбет, ұлттық арнада таңғаларлық деректерге толы Қызық екен бағдарламасы. Адам ағзасында ешқандай қан тамыры жоқ мүше, ол көз қабығы екен. Қызық екен. Ал енді біздің бүгінгі бағдарламамыздың ойыншыларымен таныс болыңыздар. Тұрақты топ басшымыз Медет Досқанаев және оның көмекшісі журналист Дархан Кәрім. Олардың қарсыластары тұрақты топ басшымыз Әнуар Карбозов және оның көмекшісі журналист Арман Октябрь. Ойын шартымен таныс болыңыздар. Ойынға 2 топ қатысады. Әр топ 2 ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10.000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір-ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ 2 топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Мінекей ойын ережесімен таныстық. Енді бүгінгі сайысты қай топ бастайды, соны анықтайық. Медет мырзаның жанкүйерлерінің саны 33. Әнуар мырзаның жанкүйерлерінің саны 31. Яғни Медет мырза, сіздің топ бастайды. Біліп тұрған тақырыптармен танысайық. Темір тұлпар, компания, жарайсың, гүлдер, қазақ спорты, сөздік, мереке, тәжірибе, үрей, сен білесің бе? Зерттеу, жәндік. Жәндіктен бастаңыздар десе. Бүгін ақ болсын жоқ екен енді өкінішке қарай. Жарайды, мақұл деп бастап кетсең. Ал енді менен топ басшы ретінде Дархан мырза. Иә, өзіңізге бір сен білесің бе? Таңдау бар. Сен білесің бе? Білем мен десең. Сен білесің бе дейді. Сен білесің бе? Мен білмеймін, қазір бірге білеміз. Австрияда банк қызметкерлеріне не үйретеді? Ушу. Гипноз жасауды 3 минут бойы кірпік қақпай көзге тіке қарауды. Өте қызық сұрақ деп ойлаймын. Өте қызық екен. Өте қызық сұрақ. Жауабы да қызық болады деп ойлаймын. Ушу деген енді келетін сияқты, себебі қазір енді банкке көп адам шабуыл жасайды. Қызметкерлердің сондай сақтық шараларын білген артық емес деп ойлаймын. Сіздің айтпақшы гипноз жасауды Онда келетін сияқты негізінде. Жоқ, негізінде үшеуі де келеді. 3 минут бойы кірпік қақпай көзге тіке қарауды дейді. Мысалға алдында қарама қарсы клиент адам отыратын болса, көзін бұлай жұма берсе де ыңғайсыз сияқты. Сонда көзі көп жыпылықтайтын қызметкерді жұмыс қалмай ма сонда? Жоқ, мүмкін көз адамның айнасы дейді ғой, мүмкін көз арқылы адамды көз арқылы да көп нәрсені түсінуге болады. Ол да дұрыс шығар мәке. Бірақ меніңше не гипноз, не ушудың біреуі. Жоқ, неге ушу? Жауабын әдеттегідей Рахман аға мен біліп отырмын. Неге ушу? Мысалға. Себебі алғашқы 10.000 теңгелерін берсе, мен жауап берейін. Көп жасайды. Жоқ, шабуыл жасағанда ол енді күзеттің шамасы келмей қалса, енді бұл қызық екен бағдарламасы болғаннан кейін мүмкін. Кейбір банктар бар, бірде-бір шабуыл жасамаған банктар бар. Жоқ, иә, ондай банктар да бар мысалы. Сақтықта қорлық жоқ. Австрияда банк қызметкерлеріне не? Қызметкерлеріне, жалпы қызметкерлеріне екен ғой. Банк қызметкерлеріне. Енді алғашқы сұрақ көп ойланудың қажеті жоқ шығар. Жоқ, бұл қызық екен бағдарламасы ғой. Алғашқы сұрақ кішкене талқылайық, көп қыспа бізді. Менің ойымша енді жеңілсек жері көтерер енді. 3-ші нұсқа. 3 минут бойы кірпік қақпай. Қанша секунд кірпік қақпай тұра аласыз? Жоқ, мәке 3 минут деген ол енді өте ұзақ уақыт қой. 3 минут бойы бүйтіп қарап тұрайын, қазір қанша уақыт өтеді десек. Одан да ушу дұрыс сияқты. Енді топ басшы ретінде сіз соңғы шешім қабылдаңыз. 3 минут бойы кірпік қақпай көзге тіке қарауды. Сөйлесіп жатқанда бір адам 3 минут бойы қараса, сонда бір күн неше адамды қалдайды ол? Жоқ, ол сөйлесіп жатқанда ғой, ол тіке қарау, кірпік қақпай қарау мүмкін үйрететін шығар, тіке қарауды. Сен. Сіздікі ушу болды. Енді бірақ сіз қабылдаңыз енді соңғы шешім. Енді андай топ басшы шешім қабылдайды. Жеңіл сияқты да. Жарайды, мейлі, бірінші бастамамыз деп қабылдап жіберіңіз. Көрейік. Ал жақсы. Қабылдаймыз. Әнуар мырза, сіздің нұсқаңыз қандай? Енді жалпы мен бір жерден осы сұрақтың жауабын оқыған болатынмын. Иә, негізі қарсыластарымыз дұрыс нұсқаны таңдады деп ойлаймын. Дұрыс па? Ушу деп ойлайды. Жарайды. Ал енді дұрыс жауабын көрейік.
Гипноз адамның ішкі жан дүниесі мен сезіміне әсер етеді. Вен халқының тумасы дәрігер Франц Месмер гипнозды психикалық ауруы бар адамдарды емдеу үшін қолданылыпты. 100 жылдан кейін ағылшын дәрігері Джеймс Брайн гипноз туралы ғылыми зерттеу жұмысын жүргізген. Содан бері бұл сала ғалымдардың қызығушылығын танытып келеді. Ең қызығы Австрияда банк қызметкерлері мен әшекей бұйымдар дүкенінің сатушылары арнайы гипноз курсын оқиды екен. Себебі бұл тәсіл оларға тонаушылардан қорғану үшін қажет. Гипноз керек екен. Жоқ, енді тонаушылардан қорғану үшін қажет. Мен сендерге гипноз жасау арқылы өзімнің нұсқамды айтып жібердім. Жоқ, мен енді мақұл ғой, дұрыс жауабын таптық, бірақ енді тонаушыларды гипноз арқылы қалай ол жүгіріп тонап келе жатқан адамды қазір тоқта. Жоқ, азғантай уақыттың ішінде ұстап тұруға гипноз әсер етеді екен. Тонаушыларға енді психологиялық тұрғыда әсер ету керек қой. Иә. Жақсы. Ештеңе етпес, Әнуар мырза. Біз ақылдаса келе, негізі менің әріптесім Арман, менің құрдасым, жарайсың деген ұяшықты таңдаса қалай болады деді, я? Осы жарайсың деген ұяшықты таңда осы жерден 10.000 теңге ұтып жатса, көрермендер бізге ей бір жарайсыңдар деп бір шапалақ ұрса, нұр үстіне нұр болатын сияқты. Не нәрсе болса да жақсыдан басталған жақсы ғой. Жарайсың деген сөз адамның жанын жадыратады. Жақсы басталсын ойын. Ой, жарайсың. Неміс Венер Линден шөген спортынан Германия құрамасының бапкері. Қазақ халық әндерін зерттеп жүрген музыкант. Ұлықбек Есдәулеттің 13 өлеңін жатқа біледі. Мен өзім енді журналист ретінде маған мына сұрақ қызық болып тұр. Жақында ғана шөген туралы зерттеп мақала жаздым. Шөген спорты әсіресе мына Германияда жақсы дамыған. Бұл енді тек қана көп ойлайды, полоспорт ақсүйектер ғана ойнайтын ойынды. Бұл біздің тарихымызбен дастасып жатқан ойын. Кезінде мына Жүсіп Баласағұн атамыздың құтты білігінде де бұл шөген туралы айтылады екен. Енді біздің осы мен жақында ғана мақала сүйінші хабар жаздым. Біздің ұлттық құрама шөгеннен Германияның Мюнхен қаласында өткен үлкен байрақты бәсекеде олжалы оралды. Оны негізге алуға болады. Шөген енді Германияда кеңірек танылған деп. Ал жалпы келетін сияқты бұл нұсқа. Сияқты. Ал екінші нұсқаны Есдәулет ағамыз енді қазақтың үлкен ақыны. Өлеңдерін білесіздер бе? Өлеңдерінде білеміз. Бұл кісінің енді өлеңдері әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Оның ішінде неміс тіліне аударылуы да әбден мүмкін. Біз енді сөз танып, әдебиеттің айналасында, журналист болғаннан кейін әдебиеттің айналасында жүрген азаматпыз. Бірақ сөйте тұра осы Ұлықбек ағамыздың мұншалықты өлеңін білмейді екенбіз. Егер немістің азаматы осынша өлеңін жатқа біліп жатса, ол үлкен жүректі жігіт екен. Жалпы неміс Венер Линденға қандай жағда жарайсың деп айтуға болатын еді, өзің ойлап көрейші. Неге екінші нұсқасын өлеңін ғана жаттап үлгерген. Қазақ халық әндері деген енді қазақтың әндерінің мұрасы бай. Жалпы немістерде мықты композиторлар жетерлік. Кім зерттемеді? Затаевичтен бастап зерттеді тарихқа барсақ. Бірақ енді мына шөгенге тоқталатын болсақ, Германияда көбірек белең алған ойын түрі деп, бірақ шөген былай айтқанда біздің елімізде көп ешкім біле бермейді. Мынау сұраққа Арман, мен осымен бірнеше ойында ойнап жүрмін. Шөген спортынан Германия құрамасының бапкері дей салсақ, бұл жай ғана жауап бола салады. Бұл сондай бір қызықсыз нұсқа болып тұр. Сол үшін битсек қалай болады? Ұлықбек ағамыздың 13 өлеңі деген кішкене келіңкіремейтін сияқты. Қазақ халық әндерін зерттеп жүрген музыкант деген бәлкім келуі мүмкін сияқты. Құласаң нардан құла деп, осы қазақ халық әндерін зерттеп жүрген музыкант. Жоғында қызық екен ойнайсыз ба? Қызық екен ойнайық. Мен Ұлықбек Есдәулеттің 13 өлеңін жатқа біледі. Қызық екен ойнаймыз. Қызық екен ойнаңдар. 1, 2, 3. Ұлықбек Есдәулеттің ән жатқа біледі. Егер қате кетсем, құрдасымның бір тілегін орындаймын кез келген. Көрейік. Жақсы. Қабылдаймыз. Ойыннан кейін. Халқымыздың атадан мұра болып келе жатқан ұлттық дәстүрлі музыка өнеріне шетелдің музыкатанушылары қызығушылық танытып зерттеп жүр. Мысалы, Вернер Линден есімді неміс музыкатанушысы сазгер қазақтың ұлттық әндерін сүйіп тыңдайды. Қазақтың ұлттық әндер байқауларына да жиі бас сұғып, музыкамызды зерттеуге кіріскен. Қазақ халқына деген құрметі бір бөлек. Ой, жарайсыңдар деп бір шапалақ ұрып қойыңдар. Әттең. Мен бұл жерде Арманға шапалақ ұрам.
жарайсың. Ой, жарайсыңдар деп Тура жаба ұрып қойыңыздар. Тура нұсқасын тапты. Әнуар мырза, Әттең. 10 мың теңгеңіз бар ма? Сіздерде жоқ екен ғой әлі. Иә. Қарсыластардың Сонымен көңілін Дұрыс, бір тілегін жауапты. орындаймын дедіңіз. Ал бір тілегін айтыңыз. 10 мың теңгесін міндетті түрде беремін. Дұрыс Арман мырза, жауапты сен. қандай тілек айтасыз? Бір ән айтып бер дейтін шығар неміс тілінде. осы бағдарламада болу керек па? Бағдарлама Жалпы біткеннен кейін бір өмірде, шайға жалпы апаратын шығар енді. Өмірде шайға апарады ғой, басқа не енді? Шай ішейік бір бағдарламадан кейін. 10 мың теңгеге. Мәселе қанша келсе шай ішеді, сода ғой, жарайды. Сонымен Әттең. ешқайсының суреті жоқ, бұл қызық екен. Қызық болып тұр. Медет мырза, Онда жаңа сіз бірінші нені айттыңыз ғой? Басында жәндік дейді. Жәндікке барайық. Көрейік. көрейік. Тарақан Иә. 3 жыл көрексіз өмір сүреді. 70 градус суыққа да шыдайды. Бассыз 9 күнге дейін өмір сүре алады. Мен бұл сұрақтың жауабын білем. 10 мың теңгелерін берсе айтайын. Жоқ, сен жаңа өзің 10 мың теңгені дұрыс жауап беріп тұрған 10 мың теңгені қайшымен алып қырып тастадың ғой сен. Ортасынан бөлініп. Иә, Болды. сондықтан да мен саған Болды. Шайға апарам дедім ғой енді. Яғни бір Үш жыл. 5 мың теңгеге шайға апарады. Иә, Ортасынан бөліп үш жыл тастадың. қорексіз өмір сүреді. Талқылайықшы Тархан мырза, енді мүмкін бір жерлерден оқып қалған шығар, 70 градус суыққа шыдай алады дейді. Қиналсаңыздар, жанкүйерлердің бар екенін Жоқ, ұмытпаңыздар. жанкүйерден енді. Тарақандар Ол негізі мүмкіндік бір ақ рет Антарктидада көп Бір қой. ақ рет Суық жақта өмір сүреді тарақандар. Бастамай жатып. Менің ойымша бұл жерде 3 жыл қорексіз өмір сүреді. Жоқ, олар 3 жылға дейін шыдай алмайды, ол шығып кете береді ғой күніге. Иә, бұл біраз Күніге енді- азыққа кетеді. 70 Біраз градус енді неге Аш жүреді ғой олар, аш. суыққа шыдайды дейді. Қатып қалып, ары қарай қайтып өмір сүріп кетуі мүмкін. жоқ қисынға келмейтін сияқты бірінші Иә, нұсқасы. 3-ші нұсқа дейікші. 3-ші бассыз 9 күнге. Екіншісі де келмейтін сияқты. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Таракан көрмегелі біраз болды өзі негізі. Жер шарында жәндіктердің кең тараған 1 миллиондай түрі анықталған, алып күш адамға ғана тән емес. Кішкентай ғана жәндіктің де адам таңғаларлық күші мен қуаты болуы мүмкін. Әр жәндіктің өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, тарақан басы бөлініп қалған соңда денесі 9 күнге дейін тірі болады екен. Бұдан кейін бунақденелілер аштықтан өледі. Әдемі. Не деген тылсым дүние десеңізші, 9 күн өмір беріпті, бассызда. Иә. Керемет. Ал, Әнуар мырза, Ал менің басым шықты, тарақан басы болмаса да. Иә, сол. қылтиып ба? Иә. Жымиған Шыға келді бас ғой. шықты ма? Бас. Алып тастақ болмай ма басты? Жоқ. Қанша күн өмір сүре алады керек. Қазақ спорты. Қазақ спорты. Бұрын 9 құмалақты қалай атаған? Қойшылар алгебрасы, шопандар ермегі, құмалақ жарысы. Бүгінгі сұрақтар өте қызық болып жатыр, Иә, өте қызық болып отыр. Алгебрасы негізі былай алып қараған кезде енді ана 9 құмалақ қалай аталған? Тойшылар алгебрасы десек енді біреу күліп осылай енді қойшылардың ылғи бір математикалық ойыны болғаннан кейін бір сырттан қарап отырған адам мынау енді расында да бір алгебра сияқты ойын екен, енді осы қойшының мынау ойнап отқан ойындарың бір қойшылар алгебрасы дей салуы мүмкін. Ал енді қараңыздар, кішкене көрнекті болсын. Енді біздің студиямызда 9 құмалақ ойыны бар, алып шығайық па? Болады әрине. Көресіздер ме? Көрейік. Дәуір мырза, 9 құмалақта келіңіз. Ал, қараңыздар. бұл енді расында 9 құмалақ деген жазуды ғана танып тұрмын. Ойнай алмайсыздар, Жоқ. былай енді 182 тас болады, иә? Иә, бұл жерде есеп керек. 162 тас болады. Бір тас артық болса жеңіске жетеді. Әрине де 9-дан болады. Өте дұрыс. Бұл математика ғой былай айтқанда. Әрине. Дәуір мырза, көп айтпаңыз, кішкене. Бұл математика. Жалпы Мен енді Анау деген кәдімгі. маған сенім артсаңыз, осы қойшылар алгебрасы дегенге тоқталғым келіп тұр мен. Жақсы. иә мына Болды ғой, көрермендер жақсы, өкпелі. әкеліңіз. иә, құмалақ ойынын қарадық та Отанына қайтарайық, Өйткені қайтарайық. 9-9-дан тура математика бұл. қойшылар алгебрасы. Енді қойшылардың бәрі математика емес шығар. Қойшылар Жоқ, иә, алгебрасы алып деп кете жазылып салыңыз тұр ғой, екен. Әнуардың қолына, оны шопандардың Көп рахмет, ермегі жүреді ол. Ренжімейсіз, бірде бір Қойшылар болады. алгебрасы нұсқасын қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. 4000 жылға жуық тарихы бар 9 құмалақ ойынын Африка елінде Амбессо деп атаса, араб елдерінде Манкала атауымен танымал.
Әлемде бұл ойынның 100-ден астам түрі тараған. Отаулар саны мен құмалақ санында айырмашылық болғанымен мақсаттары бір. Ұрпақтың ойлау қабілетін жетілдіру. 9 құмалақты бұрындары халық арасында қойшылар алгебрасы деп атаған. Ай, тамаша! Болды. Бұдан кейін ойынды енді Арман жүргізсін. Мен қарап отырайын. 9 құмалақ ежелгі ғұндардың кезінде пайда болған екен. Осы сәтте Арман мырза, мен сізді таныстырған кезде атаңыз ба жоқ әкеңіздің есімі Октябрь? Маған қызық болып тұрды. Атамның есімі Октябрь. Неге? Мен сол кезде Қазан айында дүниеге келген. қазан айында дүниеге келген. Басқа байланыс жоқ. Революцияға ешқандай қатысы Қазан жоқ. айының 3 күні атамның туған күні. Айтпаңыз, менің атам революционер болған, тура Әлби Жангелдінің басында жүрген деп кішкене. Үлкен Жақсы. жүректі азамат. Тамаша. Жалғастырайық, Медет мырза. Арман мырзадан Басыңыз қылтиып тұр екен. Қорқып қалдым кәдімгідей. Сөйлеген сайын дұрыс жауабын шығара береді екен, сен тыңдамашы, өзім жауап берші. Мен болды, мен сөйлемеген Дархан Арман әлі тыңдап бастаған жоқ отырамын. ойын, енді бастайын деп отыр. Енді бастап жатыр, иә. Ал қайсысын таңдаймыз, Дархан мырза? Гүлдер, тәжірибе, гүлден ақша ұтып беріп гүл сыйлайын ба десек. Мереке, зерттеу, үрей. Мен таңдайын ба? Иә, таңдайық болмаса ақылдасып. Компания, темір тұлпар. Темір тұлпардан қалайсың? Темір тұлпар ма? Жақсы білесің бе машинаны? Енді білмеймін, айдауды білемін машинаны, жүргізуді, бірақ Көрейін. жарайды, көрейік, темір тұлпар. Темір тұлпар. Hyundai логотипі нені білдіреді? Инеге өткізілген жіпті қол алысып тұрған екі адамды негізін қалаған екі адам есімінің алғашқы әрпін. Мынау болмайды, Рахман аға, мынау неше ойыннан бері ойнап келе жатырмыз. Мен білетін сұрақтардың барлығы Медетке түсіп жатыр. Ай, сен мына жерге отыршы. Мен ар жаққа барайын. Орын ауыстырайық дейсіз бе? Неге жылана береді? Өте оңай сұрақ бұл. Енді қызық екенде тым оңай сұрақ қойылмауы керек қой. Жаңағы да оңай сұрақ қой. Өзің білмегенсің, саған Енді қиын оңай болып сұрақ болғаннан кейін бірден жауап бере салдық қой. Hyundai Арман жауап логотип, Hyundai'дікі былай, сосын былай. Жоқ, Н емес па? Былайынан, N сияқты ой енді. Жоқ, енді топ басшыларды ауыстырамыз ба? Қайда? Жоқ, енді қызығып отыр ғой сіздің сұрақтарыңыз қайта. Мен жаққа Үлкен ауызым ойындарда да. деп па? дұрыс жауап беріп, сосын ары қарай қайтып кетесің ба? ар жаққа барып жауап беріп 10 000 теңгені бері қарай алып кетсем бола ма? Ол ауыспайды ғой ол. Жарайды. Болмайды онда. Жақсы. Білмей жатқан жағдайда жанкүйерлер бар екен, ұмытпаңыздар. Иә, жанкүйер. Bir талқылап көрейік енді, оңай деп. Қараңыздар енді, Hyundai неге ұқсайды? Көз алдарыңызға келдіріңіздер. Hyundai жапондық көлік емес пе? Корейлік көлік. Корей ма? Корей. Корея. Инеге Менің қаншалықты білуім бойынша, мысалы, Toyota'нікі жіпті білдіреді. Бұлай. Өйткені кезінде сол компания жіптен бастаған дейді. Ал. Яғни бірінші нұсқаға келмейтін сияқты. Ал, қалған талқылаңыздар. жоқ, мен де Toyota'ны естідім, сол Hyundai'ға байланысты емес па жататын. Өйткені Toyota'ның белгісі Toyota былай ғой, былай айналып, сосын ортасынан жіппен инені өткізген оралған дейді. жіп дейді. Иә, инеге өткізілген жіп қол алысып тұрған екі адам дейді. Ол да келеді. Былайынан амандасып тұрған сияқты. Өйткені былай, сосын ортада Қол алысып көріңіздерші. Қане, Жоқ, қалайсың? былай. Осылай, Біздікі москвич болып кетті ма? Осылайынан. Жоқ, былай ғой деймін, ен ғой деймін. Үшінші нұсқа. Ен ғой. Негізін қалаған екі мезім. Суреті көз алдарыңызда тұр ғой енді, жалпы білесіздер ғой. Иә, көз алдымызда тұр. Былайынан тұрып тұрған кезде осыны айна сияқты ғой, мына Hyundai'дың несі? Осылай ма? Қол ұстасып тұрып қате жауап берейікші, екінші нұсқа. Яғни қол алысып тұрып. Сол алысып тұрып. Жеңілсек, жеңілмесек. Жоқ, амандасып тұра беріңіздер. Көрейік, ары қарай көрейік. Сіздердің реакцияларыңыз Кішкене қалай сіздерге болды? былай амандасу керек еді, былай. Арман, көрсетейікші. Hyundai'дың енді таңба сондай емес қой. Hyundai'дың біреусі былай, біреусі былай амандасу керек еді сіздерге. Мынау сіздердікі Honda болып кетті. Honda болып кетті. Сіздердікі былай амандасу керек еді. Сіздер де тұрыңыздар. Сен де тұра бер. Ал, енді дұрыс жауап көрейік. Сіздердің дене қимылдарыңыз қалай болады Дұрыс екен жауап көрейік. бермесек күресеміз. Логотип компанияның айнасы. Сәтті логотип брендке айналып тұтынушылар санын арттыратыны сөзсіз. Одан бөлек әр компанияның белгісі астарында өзіндік бір сыр бар. Мысалы, Жапонияның ең үлкен автокөлік шығарушы компанияларының бірі Toyota логотипіне жақсылап қарасаңыз, Т деген әріпті бейнелеп тұр. Әлемдік брендтер арасында жүрген кореялық Hyundai автокөлігінің белгісі тіптен қызық. Көп адам ең бірінші логотипті көргенде Аш әріпіне ұқсатып, компания атауының алғашқы әріп екен деген ой келеді, алайда мұнда тұтынушы мен сатушы арасындағы қол алысу сәті бейнеленген. Көрдіңіз бе, Рахман аға, біздікі
Honda болып кетті. Сәл қисайып тұру керек қой. Сәл қисайып тұру керек былай. Иректеліп тұру керек. Әдемі? Не деген тапқырлық десеңізші, не деген логика. Айтпаңыз. Соңында құдалар ұқсап құшақтастық. Жақсы, 10 мың теңге құтты болсын. Ал, Әнуар мырза? Мереке, жалпы әрбір күніміз мереке болсыншы, мерекеден көрейікші. Қай елдің мерекесі, қандай мереке? Мереке. Блогерлер күні неге дәл 31 тамызда тойланады? Блог сөзі 3108 санына ұқсағандықтан. Алғашқы блог осы күні 1000 лайк жинаған. Тұңғыш блогер Джастин Холлдың туған күні болғандықтан. Ал, бұл медеттің білетін жауабы ғой енді, көрдіңіз бе? Ауыса береді енді. Оңай, мен білем. Біз де біліп отырмыз. Иә, мен біліп тұрмын. Орнау сұрақ қой. Мына сұрақты мен білмейтін. Бұндай оңай сұрақтар қоюға болмайды ғой негізі. Блогерлер жалпы. Ал, Блогер Джастин Холлдың екінші нұсқа шынымен де қисынға келіңкіремейтін сияқты. ал. 1 мен 3 өзіңіз таңдаңыз. Бірге қараңыз, салыстырып қараңыз. Блог сөзі 3108 санын ұқсағандықтан менде де әріптесім Арманға қосыламын. Осы нұсқа бізге жақынырақ келіп отыр негізі. Тұңғыш блогер Джастин Холлдың туған күні болғандықтан енді Джастин Холл мен ойламаймын. Өзінің бәлкім ол Жауап. алғашқы блогтың авторы шығар. Қайсын көреміз? Алғашқысын? Блог сөзі 3108 санына ұқсағандықтан. Ал тәуекел. Қабылдаймыз. Әнуар. Жақсы дұрыс жауабын көрейік. Адам дамимын, өсемін және пайда табамын десе оған бастар жолдар көп, соның бірі блог. Тіпті блогтың өзіне тән мерекесі бар. Ол 31 тамыз. Дәл осы күнді таңдауға ешқандай тарихи оқиға себепші болған жоқ. Тек блог сөзі визуалды тұрғыдан қарағанда 3108 сандар қатарына қатты ұқсайды. Біз енді мынау бағдарлама болғаннан кейін, халық көреді дегеннен кейін халыққа мән мағынасын ашып көрсетейік деп талқыладық, әйтпесе бірден жауабын білген едік. Ақшаны алып алғаннан кейін айтасың да сол Шіркін. Оны алдында айтпайсың ба? Ана көпірден өтіп кеткеннен кейін мен қорықпаймын судан деген әңгіме ғой. Бұл енді ана сөзді жақсы біліп тұр ғой, арықтан секірмей жатып оппа деме деген сөз. Біліп тұр да. Одан кейін барып әңгіме айтып жатыр. Таңдайық. Енді біз ақылдаса келе бір ұяшықты сен таңда, бір ұяшықты мен таңда деп жатыр. Енді маған келгеннен кейін кішкене үрейленіп тұрмын. Сондықтан да үрейге барсақ. Қалай келді, айналып келді ғой. Үрей. Уолт Дисней неден қорыққан? Мәссаған. Түймеден, Мен білем. тышқаннан, бейне камерадан. Ал, Уолт Дисней енді тышқаннан қорыққаннан кейін тышқанды бүйтіп салынбайтын шығар, өздерінің ана бір атақты ең мультигі бар емес Микки па? Маус. Микки Маус. Иә. Тышқаннан қорып, тышқанды салып түймеден дейді. Және де бейне камерадан дейді. Ол кісі бейне камераға түскен бе? Әлде? Өзінің қорыққан тышқан, бірақ дұрыс, өзі тышқаннан қорыққаннан кейін оны бір Иә, сол арқылы үрейін жеңу арқылы өзінің ойындағы тышқанды салды ма екен мүмкін, көңілді қылып. Иә. Сонымен? Қазір бұл ойланайық. Мынандай бір тышқан болған дейсің ғой, мынандай. Жоқ, ондай емес ол. Соны әдемілеп тұр бүйтіп сала Иә, салған. бір көңілді қылып салды ма? Көңілді тышқан қылып. Өзінің ойынша осындай болса екен тышқан деп білмеймін ғой енді. Жалпы медеттің ойында образында көңілді тышқандар жүреді. Түймеден де қорқатын адамдар бар. Бейне камерадан қорыққаннан кейін кеткен шығар деймін да, мүмкін. Қиялын қағазға түсіріп. Тух, не деген фантазиясы. Бейне камерадан. Пай шіркін. Мен тышқан деймін. Жарайды, келсейші мейлі. Тышқаннан дейікші. Ренжіп келістіңіз ғой тура. Иә. Жақсы, қабылдайық. Үрейленіп келістім. Өзі тышқан Үрейленіп салған, па? Дұрыс жауабын көрейік. Уолт Дисней десе көз алдымызға Микки Маус бейнесімен Уолт Дисней компаниясы келеді. Өзінің аса белсенді өмірінде Уолт режиссер ретінде 111 фильм, ал продюсер ретінде 576 кинофильм жасаған. Атақты суретші мультипликатор киноөндірістегі ерен еңбегі үшін 26 рет Оскар сыйлығымен марапатталған бірегей жан. Ең таңғаларлығы Дисней өмір бойы тышқаннан қорыққан. Ол жұмыс істеген ең алғашқы гараж студиясында тышқандар өте көп болған десек. Алайда Дисней өмірге алып келген Микки Маус бейнесі The Walt Disney Company үшін әлі күнге дейін қыруар қаражат әкеліп жатыр. Жалпы,
Неден қорқасыздар? Мәке, неден Ау. қорқасыз? Неден қорқамын? Үйе? Неден қорқамын мен? Неден қорқатын едім? Иттен қорқам мен. Жоқ, иттен қорқпаймын. Енді Мен жануарлардың бәрін жақсы көремін. Лифттен. лифтте Иә. болсыз. Сізде қалып қалмайын деп Міне. қорқатын шығар. Сіз ше? Иттен қорқам. Иттен кішкентай кезіңізде қапқан шығар. Жоқ, қапқанда енді аса бір қапқан есімде жоқ, бірақ білмеймін, қабатын сияқты болып көрініп тұрады. Онда жақын арада қауіп болмасын байқаңыз. Ол қабат. Ал Арман мырза, біз неден қорқамыз? Біз ба? Қабаған иттен қорқамыз ғой. О, екі адам, екі журналист қорқады екен. Иә. Ал әнеке, бір Жеңіл жіберіңізші. қалудан қорқатын. Қаннан қорқады? Фантазияңыздан. А? Мен медеттен қорқып отырмын дәл қазір. Бір жаман болып кеткен. Жалпы үрей жоқ енді. Ондай. Менікіде осы клаустрофобия. Жақсы, таңдайық. Таңдауды әріптесім Арманға беремін. Иә. Не болса да енді қызықтар ашылып жатыр ғой барған сайын. Зерттеуді көрейік. Зерттеп көрейік. Ел университеті ғалымдарының пікірінше, дауыстап сөйлеу жаттығулары жүрек ауруының алдын алады. Адам күн сайын 1 литр сүт ішсе, шашы мен тырнағы тез өседі. Кітап оқу адам өмірін ұзартады. Енді ел университеті, американдық университет, зерттеу университеті. Енді кітап рухани азық қой. Егер шын мәнінде оны түсініп оқысаң, бір жаныңды жадыратады, өзіңді кітаптың ішінен табасың. Ол да бір өміріңді ұзартатын дүние. Адам дауыстап сөйлеген кезде, қатты сөйлеген кезде, мынау қан тамырлары ашылады екен. Кеңейеді. Сол кезде қан тез жүреді екен. Ануар, Келмейді. бір дауыстап, бір дұрыс емес жауабын айтыңдар енді. Қалай ойлайсыз осы? Кітап Не о- болса да кітапқа тоқталсақ қалай Кітап болады екен? оқу адам өмірін ұзартады дейді. Өйткені кітап оқу бір ғанибет қой, егер түсінсең. Бірінші Ал, нұсқаны таңдайық, егер де дұрыс болмаса, мен саған торт пен шай әперемін. А, шай енді оған торт қосыла ма? Торт қосылады. Әй. Наполеон Жарайды, қосылсын. жарайды. Мен Жақсы. тыңдасаңыз осы кітап оқу. Қызық болды ғой. Көрейік а? енді. Сонымен бірінші екен ба? ба? Бірінші. Мен топбашы ретінде бірінші нұсқаны таңдағым келіп отыр. Үшті көрсек, Топбашымыз табанды екен өте. не істейміз? Арман Жарайды. әпермейді. Маған қарағанда тәжірибесі мол. Мен енді бүгін алғаш рет келіп отырмын. Жақсы, бірінші Бірінші нұсқаны нұсқа. қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Ел университетінің ғалымдары кітап оқитындарға арнап көп жылдық зерттеу жүргізді. Америкалық ғалымдардың пайымдауынша, әдебиетке деген сүйіспеншілік адамның зияткерлік деңгейіне оң әсер етіп қана қоймай, оның өмірін де ұзартады. Зерттеуге шамамен 50 жас шамасындағы 3500 адам қатысты. Ғалымдар олардың денсаулығын 12 жыл бақылаған. Нәтижесінде кітапты сүйіп оқитындар арасында өлім-жітім деңгейі 23%-ға төмен болып шыққаны анықталды. Яғни кітапты көп оқитын адамдар кітап оқымайтындарға қарағанда орташа 2 жыл артық өмір сүреді екен. Жаным кіріп тұрған қара шырағаттан тұрып, кітап оқығым кіріп Арман мырза тұрған. енді тортқа тапсырыс бергенде формасы сыртқа кітап сияқты болсын, иә? Жақсы. Кешке дейін үйіне азық түлік апарып бере Көрермендер салсайсың. мені көзбен жеп отыр ғой артық. Желке жағыңыз тесіліп тұрады. Арманның үйіне кешке дейін азық түлік апарып бере сал. Жақсы. Медет мырза. Иә. Тура сіз бүгін ойынның жеңімпазы сияқты сөйлеп отырсыз. Білмеймін ғой, қуанып отырмын ғой. А? Ал тәжірибе гүлдер зерттеу сөздік компания дейді. Осыменен 20 мың теңге кетіп қалды. Ал сонымен Медет мырза. Гүлдерге барамыз ба? Бәрібір Жарайды, гүлдер қорықпаймыз. қорықпаймын. Үрей жоқ дейсің. Жәндікті де көрдік. Үрей жоқ. Гүлдерді де көрейік ал. Гүлдер. Жапония императорының мөрінде қай гүл бейнеленген? Пион, сакура, хризантема. Пион дейді. Біз бар ғой бұл жерде бұл шатастыру үшін қойылған сұрақ. Өйткені Ә? сакура деген енді олардың жаңағы Тайға таңба басқандай Иә, емес. қадір тұтатын гүлі, жаңағы гүл ма не өзі? Иә. Шиесі болуы, Иә. өсімдік болуы мүмкін. Әде бізді қателестіруі мүмкін. Соған қарағанда сакура емес ау. Жоқ, дұрыс, иә ол сакура емес деп қойып сакура болып кетуі де мүмкін да, алдап жіберу мүмкін. Қандай өлең бар? Хризантема. Хризантема дейтін ең ұзақ өмір сүретін гүл, соны білемін. А? Көп уақытқа шейін солмай тұрады. Демек Жапония императорының
хризантема болуы да мүмкін. жоқ қараш, Жапония империясы мысалы ұзақ өмір сүрсін Иә, деген дұрыс, ниетпен. соны айтамын, сол. Өйткені олар ең ұзақ солмай тұратын гүл. Қандай талдау Сөйтуі де мүмкін. Жарайды, мейлі. Хризантема. Хризантема. Мүмкін. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Жапонияның императорлық мөрі Камакура кезеңінен бастап Жапон императорлары мен олардың отбасының белгісі. Императорлық мөр кей кезде мемлекеттік елтаңбаның да орнын басады. Дегенмен күншығыс елінде ресми елтаңба жоқ. Мөрде 16 жапырақтан тұратын сары түсті хризантема гүлі бейнеленген. Себебі Жапония үшін бұл гүл адал достықтың белгісі. Гүл ақылдылық пен даналықты суреттейді. Қалай талқылайды. Әне гүлден қорқытпадық. Қиыннан қиыстырып тұра. Бізде әлде мүмкіндік бар ма? Бар ғой әлде. Әлі көп қой сіздерде мүмкіндік. Компания сөздік тәжірибе. Ойынды тізгінді Арманға бердім, болды мен. 2 рет қателестім. Арман мырза қайсың? Тәжірибе, компания, сөздік. Тәжірибе. Хлорға аммиак қышқылын қосса, қызыл түсті көпіршік пайда болады. Ыдыс ішінде тұман пайда болады. Хлор темірге айналады. Кез келген болуы мүмкін мыналардың. Көрермендердің көмегіне жүгінсек қайтеді. Сөйтейік бір. Ал көрермендер бар ма жауап беретін? Нақты сенімді болсаңыздар. Жалпы болжам болса да. Өкінішке қарай барлығы химия сабағына қатыспаған сияқты. Барлығы Арман білет деп отыр ғой. Ал Ареке, осы жолғы түйсігіңіз не дейді? Қызыл түсті көпіршік пайда болады. Қызыл түсті көпіршік пайда Тисе болады. терекке, тимесе Олай бұтаққа. болса, Дәурен мырзаны шақырайық. Дәурен мырза? Иә. Біздің ойыншылар ең қызық деген нұсқасы сол бірінші нұсқа болды ғой. Сіз не дейсіз? Қызыл түсті көпіршік пайда болады деген нұсқаға келіпті. Бірақ ол нұсқаны айтпай тұрып, мен бүгінгі өте қызықты әрі қауіпті тәжірибелерінің бірін жасаймыз. Қауіпті дедіңіз ба? Қауіпті. Аммиак қышқылы баршаңызға белгілі, өте қауіпті қышқыл зат. Бұның иісі де адамға жағымсыз. Аммиак қышқылының молекулалары кез келген затты ығыстырып, күйдіріп те жібере алады. Естеріңізде болсын. Ал енді осы аммиак қышқылына өзіміздің тұрмыс жағдайында көп қолданатын хлорды қоссақ, не пайда болады екен? Ұзаққа созбай, Бізге қызыл көпіршік керек қой, не болса. Қызық екен. бірінші Көрейік. аммиакты ыдысымызға құямыз. Ал, Қызыл қайдан пайда болады? Реакция ғой бұл. Кім біледі. Ал енді үстінен хлорды саламыз. Тұман болмай қойсыншы, өтініш. Дәуір, бір қуанш. Тұман екен. Демек, біз не көріп тұрмыз? Тұман. Бұл жерде тұман пайда болды. Хлор мен аммиак қышқылы әрекеттескен кезде, мінекей, тұман пайда болды. Жауабыңыз дұрыс емес. Медет мырза, Компания. Мына деректердің қайсысы Netflix компаниясына қатысты. Қызметкерлерінің кезекті демалыс уақыты ұзақ. Компанияда басшы жоқ, акция қызметкерлерге тиесілі. Кеңсесі бірақ бөлмелі. Түйсікке жүгінсек 2 мен 3 сияқты, ал бір енді келіңкіремейтін. Жарайды онда, екеуміз кішкене Көрермендерден, келіспей жатқан сияқтымыз. Жақсы. Көрермендерден Ал сіздер Ал енді кім бар екен? Кім біледі көрермендер? өкінішке қарай ешкім Өкінішке барлығына қарай. қарап шығайық бір-бір. Көрермендер білмейді. ешкім жоқ ау. Ал Медет мырза, өзіңіз айтуға Өздерің тауып тиіссіз. алыңдар деп отыр. Иә. Мөлшермен 2 дейді. Мөлшермен 2 ма? Ойша? Көрермендерден қайран болмады. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Болжам менде. Қызметкерлер кезекті демал. Отып тұрсыңдар ғой, 2 деп ойламай ойлаймын, жауап 2. бере салыңдар. 2. Екінші нұсқа. Топқашы қабылдайсыз ба? Ма? Иә, сөйтіп ойлаймын. Отып тұрсыңдар. Жарайды, болды. 2. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік.
Соңғы жылдары компанияның еңбек өнімділігін арттыру мақсатында ірі кәсіпорындар қызметкерлеріне еркіндік бере бастады. Мысалы, сериалдар мен телеарна шоуларын түсіретін Netflix компаниясы қызметкерлерін жылына кеміне 6 апта демалысқа шығуға мәжбүрлейді. Шығармашылық қызметкерлер жылына қанша күн демаламын десе де, ерік өздерінде. Сала мамандарының айтуынша, қызметкерлердің еркіндікті сезінуі олардың көңіл-күйлерін көтеріп, керісінше жұмысқа деген ынтасын арттыра түседі екен. Мен енді Бірақ ол өзіміздің біздің менталитетімізге келіңкіремейді. Сонымен соңғы ұяшықты ашайық. Сөздік. Фосфен сөзі қандай мағына береді? Асқазан аштықтан дыбыс шығаруы, сұрақ белгісі мен леп белгісін қатар қолдану, көзіңізді жұмғанда көретін беймәлім бейнелер. Фосфен. Не болса да бір не үш. Үш күш бәлкім. Арман. Үшінші? Жауап. Бірінші? Тағы да дұрыс емес болып қала ма деген. Ай, не болса да көрейікші. Сонымен? Көзіңізді жұмғанда көретін беймәлім бейнелер. Бейнелер. Бұл нұсқа 10 мың теңге әкеле ме екен көрейік. Қабылдаймыз, дұрыс жауабын көреміз. Кей сөздердің ғылыми мағынасын білмей, бір сөздің орнына көп сөзді қолданып, ойымызды нақты жеткізе алмай жатамыз. Ғылыми атаулары халықаралық терминге айналып кеткен ондай сөздер өте көп. Мысалы, фосфен деген көзіңізді жұмғанда көретін беймәлім бейнелер. Оған бұлыңғыр нәрсені жатқыза аламыз. Тамаша. Сонымен 12 сұрақтың барлығы қойылды. 30 мыңда 40 мың, ал бізге жеңімпаз керек. Жеңімпазды анықтайтын 13-ші сұрақ. 13-ші сұрақтың тақырыбы марапат. Бәс тігеміз. Сонымен бәс тігілді. Енді сұрақ. 2017 жылы әдебиет саласы бойынша Нобель сыйлығын алған адам. Кадзуо Исигура, Джон Роулинг, Элчин Сафарли. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Ойланыңыздар. Сияқтымын. Студияда тыныштық. Уақыттарыңыз өтті. Нұсқа таңдаймыз. Нұсқа, Медет мырза, тез. Ал нұсқа таңдалды. Енді кімнің қанша бәс тіккенін көрейік. Екі топта барлық сомасын тіккен екен. Ал енді қандай нұсқа таңдадыңыздар, соны көрейік. Әнуар мырза, неге бірінші нұсқа? Арман мырза, айтыңыз. Мен енді шамамен бір 60%-дан жоғары сенімді болып тұрмын. Өйткені өткенде бір газет бетін ақтарып отырып, биылғы Нобель сыйлығы әдебиет бойынша жапондықтарға бұйырды деген сияқты бір ақпарат миымда тұр. Ал Элчин Сафарли ол ешқандай Нобель сыйлығын алған жоқ. Ол әлі жас. Ал сіз ше? Ядархан мырза? Негізі сіз басқансыз. бірақ ойымыз сондай болып білмейді. Енді нақты білмегеннен кейін Тәуекелге белу. Түсінікті. дұрыс сияқты көрінді. Ал енді дұрыс жауабын көрейік. Тамаша, мына ойында 120 мың алатын едік. Әттең. Басмай. Сонымен Кадзуя Исигура, ол британдық жазушы екен. Кешіріңдер. Биыл Нобель сыйлығын алған екен. Осы ретте әрине 60 мың теңге ұттыңыздар. Одан да көп ұтуға мүмкіндік бар еді. Әрине 120 мың алуға болатын 60 мың теңгені 33 адамға бөлгенде 1818 теңгеден бұйырады. Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын. Кадзуя. Кадзуя. Бұлар жақсы келеді.